шаңырағын берік ұстаған ел анасы болған ұлпанның ұлпан романда шаңырақ мағынасы мәселесі өте биік орын алады. Қазір сендер де қалаған ұлдарыңызды ұстап топтаса қалыңыздар. Қалаған түсті ұстаңыздар. Кім қай түсті ұнатып тұр? Кім қай түсті ұнатып тұр? Жылдам балалар. Шапшаңғы керек, өте шапшаңғы керек. Топтасайық. Қалаған түсімізді ұстаймыз. Жақсы, ұстадық па? Ал жақсы. Қызыл түсті таңдағандар, алға шығыңыздар, тездетеміз. Қызыл түсті таңдағандар, алдыға шығамыз. Bir топқа отыра қалыңыздар өздеріңіз. Жасыл түсті таңдағандар, алдыға шығамыз тез. Сары түс, көк түс, әркім топтаса қалыңыздар. Ал, ұстаған түстеріңізбен топтаса қалыңыздар. Атамдар, жәдігер, руханият, және де аңыз аналар тобыға төрт топ. Топтастық па балалар? Жақсы балалар, бер қараймыз, назарымызды аударайық балалар. Қартада не көріп тұрмыз балалар? Бұл Ұлпан, Домалақ ана, Жаннадар, және де бұл Тереза ана, мать Тереза дейді ғой. Осы жерден қандай ұқсастық, не байқап тұрсыздар балалар? Не туралы? Тарихта әйгілі әйелдер, жақсы балалар. Енді балалар, осы адамдардың өмірі, жалпы ісі қысқа ғана болды ма, әлде өміршең тарихта ұзағынан қалды ма, қалай ойлайсыңдар? Недеше бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай, не болады деп ойлайсыңдар балалар? Тарихта аталған романдар. Тарихта аталған романдар деп ойлайсыңдар. Ұлпан романының өміршеңдігі екен балалар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі күнгі наурыздың 13-і сынып жұмысы Ұлпан романының өміршеңдігі деп жазып қояйық балалар тақырыпты. Ұлпан романының өміршеңдігі. Ұлпан романының өміршеңдігі. Жазып қойдық па балалар? Жазып қойсақ, жазып па балаларымыз? Тездетейік, уақыт. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатын кәнекей кім оқып жүреді? Біреуіміз Гүлназ оқып жүреді. Шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндар туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Тамаша, жақсы. Бүгін балалар біз осындай мақсатта жұмыстар жүргізетін боламыз. Қазір балалар біз сіздерменен өткен тақырыптарға шолу жасап, барлықтарыңыздың алдарыңызда QR код берілген, Бликерс сайтындағы әдіс бойынша қазір барлығымыз үй тапсырмасына шолу жасаймыз балалар. Дұрыс жауап қайсы? Мынада А, Б, С деген жауаптар бар. Дұрыс жауап қайсы? Соны төбеге қарату арқылы сіздердің дұрыс жауаптарыңыз белгілі болады. Жақсы. Дайынсыз ба барлығымыз? Биігірек, анығырақ, нақты көрсетеміз. Мына енді қолмен ұстамаймыз, QR кодты қолмен ұстамаймыз, қағаздың тек қана шетін ұстаймыз. Балалар? Жақсы. Ал, бірінші сұрақ. Ғабит Мүсіреповтің романдарын көрсетіңіздер. Так. Барлықтарыңыз өздеріңіз шығып тұрсыздар ма? Қарап, тақтадан қарап отырыңыздар. Жақсы. Көрсеттік пе? Жақсы, балалар. Келесі сұрақ. Жақсы, келесі сұрақ Ғабит Мүсіреповтің поэмасын көрсетіңіз. Ал жақсы, жылдамдатамыз балалар. QR кодымыз көтереміз. Арнып. Көтереміз балалар. Жақсы, тақтадан өздеріңіз дұрыс жауап бердіңіздер ма, бұрыс жауап бердіңіздер ма, көрініп тұр, балалар. Жақсы. Келесі балалар. Келесі Максим Горкийден аударған шығармалары. Көтереміз. QR код кейбір балаларды алынбай жатыр ау дейін. Көтереміз. Максим Горкийден аударған шығармалары. Қандай еді балалар? Жақсы балалар. Келесі ділгірді сөздің мағынасын табыңыз. Оқулықтағы сөздікпен жүріңіз, балалар.
Жақсы. Жақсы. Және соңғы сұрақ бізде ұлпанға Есеней мен халық берген есімдерді көрсетіңіз. Жақсы. Кім деп ата берді балалар? Бәрін дұрыс жауап беріп жатыр екенсіңдер. Маған көрініп тұр, жазылып барлық жерде. Жақсы балалар. Тамаша. Жақсы. Балалар бізде сыныпта жауап берді. Бұл жерде тізімде барлық сынып тұрғандықтан бізде сабақта Динар мен кім жоқ? Диана жоқ, иә? Сол балалардың есебінен көрінікті жалпы дайындықтарымыз өте жақсы келген балалар. Рахмет. Қазір балалар біз сіздерменен топтық жұмыс жасайтын боламыз. Сіздерге әр топқа әртүрлі тапсырмалар берілген. Бірінші шығарманың көркемдік құндылығы Атамұра тобында, иә? Яғни сіздер бағалау критерийімен дистрибутор алдарыңызда осы бойынша жұмыс жасайсыздар. Көркемдік ерекшеліктерін табасыздар. Келесі біздер түгестесі кімге? Түгестесі бойынша тарихи құндылығын баға бересіздер. Бүгінгі өмірмен сабақтастығын дәлелдейсіздер және тарихи құндылығын тұжырымдап баға бересіздер. Келесі топ бізде салыстырмалы диаграмма. Қай топ? Аңыздармалар тобы. Критерийлеріңіз міне белгіленіп тұр балалар. Алдарыңыздарда тұр. Критерий және бізде төртінші топта сахналандырылған көрініс бағамы. Бұл романда көркемділігіне тарихи орнынан мән беретін монолог, диалог, мақал мәтелдер бар, иә? Осы нәрселерді сіздерге алдын ала кішкене Каринаға айтылған. Сондықтан да сол монолог пен сахналандырылған көрініс дайындауға дайындалыңыздар. Барлықтарыңызға 4 минут уақыт беріледі балалар. Дайындыққа. Тездетеміз, шапшаңдыққа дейін. Надо мақпасын тақмасын басқа өтістің. Балалар, bir қараңыздаршы, 1 минут. Кешірім сұраймын. Мына алдарыңызда әрбір топтың алдында 25 асық жатыр. Осы 25 асықтың бір асығы 2 ұпайға баланады. Кім сабақтың соңында 5 ұпай жинайды, 5 асық жинайды, сол бала 10 ұпай алды деген сөз. Осы топқашылары бағалап отыруын ұмытпаңыздар. Жақсы, жаңа тест бойынша бал беріп қойсаңыздар болады. Тест бойынша бал беріп қойыңыздар топ мүшелеріңізге. Тест бойынша бал беріп қойыңыздар. Бізде бір топ, мына топтың тапсырмасы жеңілдеу болып екен, келіңіздер. Атамұра тобы, ортаға шақырамыз. Бәйтерексің және жолбарысың дегеніміз метафора болып табылады. Метафора. Ал менде шығарманың көркемдік құндылықтарына баға беру, бұл ұлпан романында эпитеттер: жота, қалың орман, қара шұбар, найзагер батыр, сұр бойдақ, сұңғыла қыз, баукеспе ұры, мысық мұрт, қалың жылқы, шұрайлы жер, өткір тіс. Шығармадағы теңеулерге теңеулерге басы қара қазандай деген сөз, үлбісіндей, аяқтай дегендер теңеу болып саналады. Жақсы. Қайталау. Одан соң кемпір келді, одан соң 2 кемпір, 1 жастау әйел, одан соң 2 кемпір, 2 жастау әйел келе берді, көбейе берді, келе берді. Тамаша, бұл қайталау, иә? Сөздер қайталанады. Тұрақты сөз тіркестеріне қияметтің қыл көпірі, зәресі ұшу, бетін қайтару, көз тігу, дәм тату, сынға тартылғандай. Шығарманың көркемдік құндылықтары мол келіп, көрерменге әсерлі болуы осыларға байланысты. Шығармада осы көркемдегіш тәсілдерден бөлек сюжеттің композицияның өзара астасып,
шиеленісуі, көркемдік Қызыққа толы құрылуы не береді? шығарманың көркемдігін арттырады. Иә, көркемдік құндылығын арттырады екен. Тамаша балалар. Кім бұл? Соның атын жазу керек болды. Тауып кім екендігін. Сол аналардың жақсы. Ал дәлелдеңіздер. Біз романдағы ұлпан бейнесін аңыз аналардың бейнесімен салыстырамыз. Менің жапондам ұлпан. Менің ойымда ұлпан 40 жыл бірге жасаса да деседі. Мен бұл бейнені әр қырынан тануға тырыстым. Оның жас кезі, есейген кезі, мейірімі, сырт суреті, мінезі және тағы да басқа бейнелері. Жанна Дарк Франция ұлттық батыр қызы болған. Ол Француз халқымен қарсы ағылшындарға қарсы күрескен басқарған. Франция Жанна Дарк басқарған жасақ үлкен жетістіктерге жеткен. Осы Жанна Дарк туралы балалар Абайдың қара сөзінде айтылады, иә? Көпте жаңағы көпте ақыл жоқ дейді, көпте ақыл жоқ дейді. Көп жаңағы Жаннада артыдан естеді дейді, өтеп жерді көпте ақыл жоқ деп айтқан жаңағы, яғни тарихта қалған тұлға, иә? Менде Терезанам 1910-1997 жылдары өмір сүрген, көпбалалы католиктік монархия, кедей және науқас адамдарға қызмет көрсеткен. Және де мейірімділіктің қастерлі символдарының біріне айналған қасиетті тұлға, бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығының лауреаты. Менде домалағана есімі ел ұранына айналған абыз аналардың бірі 6-7 ғасырлар тоғысында өмір сүрген. Бәдібек бидің 3-ші әйелі Албан Суан Дулаттың анасы. Өзгені де баласындай көріп, төңірегіне аналық мейірім шашқан. Барынша кішіпейіл алдағы күннің жайын ойлап, айтар сөзі ақиқатқа айналған болжанбас көреген қасиеттері болған. Одан тараған ұрпақтардың бәрі биік хан, бас уәзір сынды лауазымдармен тарихта белгілі. Домалағаны, тамаша. Менде Айғаным Сарғалдаққызы 19 ғасырдағы қазақ әйелдерінен шыққан қоғам қайраткері. Абылай ханның келіні Уәли ханның әйелі Шоқан Уәлихановтың әжесі. Шоқан Уәлихановтың әжесі парасатты, өзінің заманына қарай білімді болған әйел. Сыртқы істер министрлігінің Азиялық департаменті мен Петербургтегі Сібір комитетіне хат жазып байланыста болған. Өте жақсы. Ұмай ана, ертедегі ұлы даланы мекендеген халықтың ұрпақ жалғастырушысы, береке молшылық тәңірісі болып танылған. Ұмай ананы түркі тілдес әйел халықтың көшпіне этнографиясын кездеседі. Ұмай ананы жер анасы, әйел ана, құдайы ретінде таныған. Ұмай ана ұрпақ жалғастырушы, рухани пенде деп таныған. Өте жақсы. Сабақтан көп қалып, біраз кішкене не отырсың, жақсы отыра ғой. Ерекше жауап деген мотивациялық сіздерге бағалау, үздік орындардың дейді. Сенің қолыңнан келеді, сенімдімін. Бұл бастау үлкен нәтижелерге әкеледі. Жарайсың. Жақсы отыра ғой. Қошемет балалар. Жиындар сөйлеп көрген емеспін. Не айтсам да, қалай айтсам да, ұзын ырғасы Есенейдің сөзі. Қазақ біреудің жүйрік атына қызықса да, құда бола салады. Би-болыстардың сайланар тұсында ондаған бай үйлер құдаласып алады. Әлі туылмаған балаларды атастырып, бір-біріне аманат құда болатындар да бар. Болыс билердің қайта сайланар кезі жақындап келеме немене? Өткен түні ауылымызда отырып, 2 бай мен 3 болыс құдаласып қалыпты. Әйелдің тағдыры дегендеріңіз осыдан басталмай ма? Есенейдің бірінші тапсырғаны, балалар ер жетіп, бірін-бірін көріп, ұнатса ғана құдалық басталатын болсын. Екінші, әмеңгерліктің қандай да болсын түрі жойылғаны дұрыс болар еді. Сіз әмеңгерлікке ұшыраған әйелдің бақытты болған бірін атай аласыздар ма? Жоқ, атай алмайсыз. Ал мен ондайдың отымен кіріп, күлімен шығатын, күн болған жүзін атай аламын. Есенейдің өз елінде де толып жатыр. Ерінің мал мүлкіне әйелі еншілес емес дегендеріңіз де үлкен жәбір. Оның арғы жағында қазақтың рулары еркек нәсілін қуалап құрылады деген ой жатыр. Солай емес пе? Олай болса, жалпы керейдің 12 болыс болып тұрған үлкен бір тармағы Абақ Керей деп аталады. Абақ әйелдің аты, ондаған руларды бастаған әйелдің аты. Айбике, Нұрбике, Сүйімбике, Қызбике, Бике, Күнгөне деген әйелдің аттарымен аталатын ондаған елдер бар емес пе? Жалпы керейдің көптеген рулары осы әйелдердің аттарымен аталмай ма?
өзінің балаларына, яғни сүйіндік қазақ деген балаларына емші көріп беретін де шешесі емес пе? Қадірлі болыс билер, көре тұра оба озбырлыққа бармаңыздар. Жесір қалған әйел үй иесі болып қала берсін. Әйел үй иесі деп саналмайды. Деп оны қорқытып, әмеңгеріне қоса салу пышақ кесі тоқталатын болсын. Жүйелі сөз жүйесін табар, жүйесіз сөз иесін табар демекші ұлпанның айтқаны дұрыс. Құдыққа құлауын қалса, құрбаққа құлауында ойнар демекші, есіне ауырып еді. Сөзің қатыны сөйлейтін бопты. Мен ұлпанды қолдаймын. Айбақ, әуір, құттық, атау, ұлттық, қылсып, айға, айбастаманды. Қызды бай. Нені тарихи? Бұл қазір осы өзекті ма осы мәселе? Я өте өзекті деп санаймын, себебі әлі де кейбір әйелдер кемсіту деген кейбір жағдайлар бар. Және де біз айтып шыққан романдағы түрлі диалогтар, монологтар, мақал мәтелдер осы романның өміршең болуына әсер етеді. Романның тарихи кезеңі жайлы маралар кетеді. Романның ұлпан романы тарихи кезең. Романның құрылымы қазақтың соңғы ханы Кенесарының күрестері, қазақ хандығының құлдырауы, орыс патшаларының үстемдік алуы туралы тарихи кезеңдерге шиеленіскен. Немелер қалыңдар, ашылып тұрыңдар. Романда ұлтымыздың тарихы. Кедей. Қайсыны айтып қалдырсың? Ұлттық кезең. Я, ұлттық тарих. Қандай осы ұлтымыздың тарихы қалай сипатталады романда? Романдағы ұлтымыздың тарихы. Қандай осы Керей, Уақ, Сибан рулар арқылы нелер сипаттап тұр? Салт дәстүр. Қандай салт дәстүрлер бар? Қазақ қашу, жер дауы, жесір дауы, бай мен кедейдің күресі тамаша бейнеленген. Тамаша бейнеленген, жақсы. Ұлтымыздың тыныс тіршілігі тамаша бейнеленген, я? Балар, қандай жер дауы кездеседі осы романда? Кім біледі? Қандай жер дауы? Есеней ұлпанға үй салып берген кезде оның бауыры оны көре алмай Еламан деген үйін жағып жібереді. Еламан бауыры. Тек қана ағайын арасындағы жер дауы бар жерде? Кім дауы? Тағы да рулар арасындағы жер дауы көсіретеді. Мысалы, осы жерде Қожық деген румен байланысып тұр. Жақсы, жер дауы болар, иә? Жақсы. Романдағы тарихи кейіпкерлер. Есеней, Ұлпан, Ең тарихи тұлға кім? Кенесары хан, Тілеміс, Аңшы Мүсіреп, Түркмен Мүсіреп, Шынар, Шолпақ, Байдалы би. Жақсы. Бұл романға 90-ға жуық кейіпкер жатады. Тамаша, келесі. Ұлпан бейнесінің тарихи өмір жайлы айта кететін болсам, аналардың анасы ел билеген, көсем сөз бастаған шешен, аузы дуалы қоғам қайраткері Ұлпан мінсіз зергерлікпен мүсінделген кейіпкер. Романдағы кейіпкерлердің өзі бүтіндей бір дәуірді бейнелеп тұр. Қазақ әйелінің өткен тағдырында қазіргі таңға дейін назардан тыс қалып келген үлкен теңсіздікті толтырып, аса үлкен тарихи жүкті өзіне арқалап тұр. Ұлпанның халқына деген жанашырлығы, қамқорлығы, әлемгерімділігі жаңа бір дәуірге бастамасы береді. Тамаша, жақсы. Енді Ұлпан романының романда көрсетілген мәселесі бүгінгі таңда өзекті болуы мүмкін. Мүмкін емес, өте өзекті, иә? Өте өзекті, жақсы. Романның тарихи тұлғалары дәлел. Иә, оған романдағы тарихи тұлғалар дәлел, жақсы. Енді тігестесін біз балалар әрдайым тарихпен байланыстырамыз, иә? Ұлпан романның бүгінгі өмірмен сабақтастығы қандай екен? Бір жағында кешегі тарихты айтсақ, екінші жағына мен сіздерге тек қана суреттер қойдым, иә? Сіздер сол суреттер қайсы кім екенін ажыратып, Ұлпанның іс-әрекетін бүгінгі таңда жалғастырушы аналар туралы айтыңыз.
Аймана Қажы Ажыбаева, перзент балалар үйінің президенті. Ашылғанда биыл 28 жыл толған. Үйде балалар тек қана ислам заңдары бойынша тәрбиеленеді. 35 бала асырап алған Аймана Қажы бір сұхбатында әкем тұрмысқа шық балам, болмаса 2 ұл 2 қыз асырап ал деп жиі айтатын. Оның айтқанын мазақ қылып, баймын ғой мен 4 бала емес 15 бала асырайын, жағдайым жетеді деп айтатын. Сол кезде әкем қолын жайып 15 болсын, 50 болсын, көп бала нәсіп ет балама деп дұға ететін. Әкемнің ризашылығын, батасын көп алғанмын деп естелік айтыпты. Бұл Амина Қажы балалар, иә? Жақсы. Күнсұлу Дартонқызы Закария 1967 жылы 2 шілдеде туған. Биотехнология саласындағы қазақстандық ғылым, биология ғылымдарының докторы, профессор, академик 2023 жылдың 12 сәуірде бастап Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы Қазақ ұлттық ғылым академиясының президенті. Күнсұлу Закария Казбек коронавирусқа қарсы вакцина жасаушыларының бірі. Күнсұлу Закария әлемнің көрнекті ғылымдарының қатарына кірді. Жақсы, кім туралы айтып жатыр? Ол кім? Казбек вакцинасының авторы, талай адамды қорғаған, ал үндеткен. Ырысбала Икрамбай, белгілі блогер, қайыңды қорғар. Ырыста армиясы 97-ші үйдің кілтін қызылордалық отбасыға табыстады. Бұл туралы өзінің инстаграм парақшасында 4 бөлмелі үйді таныстырып шықты. Жақсы. Осындай 97 үй берді дейді. Ұлпанда не істеді балалар? Мал берді, үй, баспана салып берді, жер берді, яғни бүгінгі Ұлпанның ізін жалғастырушылар деп осы аналарды атауымызға болады екен. Қошемет. Келесі балалар, осы жалпы бұл Ұлпан романның соңғы тақырыбы болғандықтан біз баға беру керекпіз, балалар, осы шығармаға. Енді қазір қазақтың қара өлеңіне баға береміз, балалар. Сіздердің алдарыңызда, әр топтың алдында тауып алыңыздаршы. Мынандай ұйқастар жатыр. Көрдіңіздер ме? Көтеріңіздерші. Тек қана соңғы жолдар бар, Енді қазір сіздерге тапсырма. Кім осыған өлең жаза алады? Осы ұйқастармен жаңағы топта ортада жатқан өлең шығарады, қара өлеңмен. Ал кімнің мүмкіндігі сәл шабыты келмей тұр, ол балалар кәдімгі синквейн жазамыз. Білеміз ғой синквейнді? Кестік па? Түсінікті ма тапсырма? Ал дәптерге жазамыз балалар. Тапсырма. Топ бірден жақсы жазам дегендер, ой ұйқасын шабытын кептір дегендер, мына неге жазыңыздар? Мен білгендер қалған балалар дәптерге жазамыз. Дәптерге синквейн, 4 жолдыр өлең ұйқасымызды жазамыз. Синквейн, ұлпан. Балалар, синквейн, ұлпан деген тақырып болып басталады. Жазамыз. Ұлпан, синквейн жазамыз. Ұлпан деген тақырыпқа синквейн жазамыз. Асана, синквейн, ұлпан деп бастап. Соң екеуі сын есім қандай? Әділетті, қамқор. Бірінші жолы ұлпан, екінші жолы 2 сын есім, үшінші жолы 3 жетістік, төртінші жолы сөйлем 4 сөзден тұратын, және ұлпанға өлең шығарудың шешімшара алдарыңызда балалар. Синквейн. Синквейн біз өлең жазсаңыздар.
Ал жақсы балалар. Қылсақ қол шапалақтайық балалар. Жақсы тамаша. Енді барлығымыз назар аударайық балалар. Қазір топтың ішінен ең үздік жұмысты анықтаңыздар. Ең үздік жұмысты анықтаңыздар. Олар, бер қараңыздар. Олар мына киіз үйдің іргесі берік болу үшін мына жерге жаңағы мен қойған өлеңді ұлтақпен жапсырасыздар. Келесі топ, ең үздік топты анықтап, мына өлеңді анықтап, мына жерге жапсырасыздар жаңа жазған. Шаңыраққа біреулеріңіз жапсырасыздар, біреулеріңіз есікке жапсырасыздар. Жақсы ма? Ал, таңдадыңыздар ма? Дайын ба? Жақсы, келіңіздер. Иә, жақсы. Так, келеміз. Кім келеді? Иә, қандай? Жақсы. Иә. Ал. Иә, әлеміз. Қазір, біздің екінші отырайын, иә? Ал жақсы балалар. Көз жүгіртіп қарасам, тарих, дәстүр салтыма, тұмар ұлпан Терезаның еңбегі сіңген халқына, тәлімімен әрісі үлгі болған ұлтына, бас иеміз бәріміз аңыз аналардың рухына. Қыздарым көп қой ұлпанның жолын жалғаған, ұрпақтар сабақтастығын тарих әркез қолдаған. Әмина апа күнсұлумен ырыспала, қорған болып халқына биіктерге самғаған. Сөз зергері көсем сөзбен ұлпан бейнесін салдырған, көркемдікпен кейіпкерлер бейнесінде жандырған, бауырабалар қызықты сәттермен ой сезімге өте бай, шығарманы аманаттап мұра етіп қалдырған. Ұлпанды оқып мен де тәуір шыңдалдым. Өмір шен боп төтеп берді төзіне талай сындардың. Ерінің басын өрге сүйреген ұлы ұлпан бейнесі әрбір қызға үлгі боп тұр, биігінде шыңдардың. Рахмет, қыздар, отырыңыздар. Ал, енді тағы басқа да мүшелерді тыңдайық балалар. Кім оқығысы келеді? Арнұр, өлеңді оқыңыз. Көркем тілден кейіпкер бейнесін жандырған. Келер ұрпаққа үлгі әрі өнеге, аналар көп қой тарихтан есімін қалдырған. Есеней келіп ұлпанға айтқан, сенім сен, сенерім өзім өмірде мұнап жеңсем. Ерінің басын төлге сүйреген аналар біздерге дәйім ісі мен сөзі өміршең. Ұлпан әділ дана шешім қабылдады, жаныға көмектесті, уғышты. Ұлпан бейнесі үлгілі бейне аңсаны. Уғышты дейді балалар, иә. Ұлпан романы қалай аяқталушы еді балалар? Көз жүгіртіп қарасам, дәстүрменен салтыма, небір аналар өткен ғой, еңбек сіңіп халқына. Тұмар патшайым ұмаймен, Жанна менен Тереза тарихтан ісі үлгі болған жалпыға. Балалар, енді қорытындылайық, иә балалар? Төрт сөйлемге бармас бұрын мына өлеңдерімізді бір бекітіп өтсек балалар. Қазақта айтады, киіз үйдің жақсысы ағашынан, ер жігіттің жақсысы нағашыдан дейді балалар. Енді біз сабағымызда сендерге балалар, мен сәл осы қалыптан алып өзгерткім келіп тұр. Киіз үйдің жақсы болмағы әйел мен ердің санасынан деп айтса да болады, иә балалар? Себебі бізге Ұлпан романының айтар ойы қазіргі таңдағы өзектілігі не? Отбасы құндылығының төмендеуі, ажырасудың көбеюі, иә? Ұлпан қалай Есенейдің басын өрге сүйреп, жаңағы атақ даңқын мұқым қазақ халқына тарқатты, иә балалар? Сондықтан да қандай екеуі романды оқыған кезде бір-бірінен түсінушілігі, иә, бірін-бірін қолдауы, яғни осының барлығы біздің шаңырағымыздың отбасының берекесін арттыратыны сөзсіз, иә балалар? Жалпы романның бүгінгі таңда өзекті болуы осы отбасы құндылығымен, ұлттық құндылықпен тікелей байланысты балалар. Қыз баланың мінезі қандай болу керек, еріне қалай қолдау көрсету керек деген, иә балалар? Енді балалар, сабағымызды қорытындылайық балалар. Бір сөзбенен Ұлпан төрт сөйлемен, Ұлпан романның тарихи және көркемдік құндылығы неде? Менің ойымша, кім айтады? Менің ойымша, Гүлназ. Менің ойымша, романның көркемділігі Сибан елінің тыныш тіршілігін суреттеу арқылы көрсетіледі. Жақсы, алғаш айтамыз, иә? Себебі мен оны былай түсіндіремін, иә, ол болсын.
Себебі мен оны былай түсіндіремін. Ұлпанның сол заманда көрсеткен ақылдылығы мен даналығы романның өміршеңдігін ашып көрсетеді. Жақсы. Оны мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Кім айтты? Мен мына фактілермен дәлелдей аламын. Романда тарихи кейіпкерлердің, яғни Кенесары секілді кейіпкерлердің кездесуі, Ұлпанның жалпы тарихи тұлға болуы, және де романдағы көркемдеуіш ықпалдардың көп болуы оның өміршеңдігіне әсер етті. Жақсы. Осыған байланысты мен мынадай қорытындыға келдім. Жоғары деңгейде жазылған тарихи роман деп баға беріп отырмыз. Келісеміз ба, балалар? Жақсы, рахмет, балалар. Ендеше, балалар, қазір әр топ бағалар жеңіңіздерші. Неше ас жинадыңыз? 8 балл. 10 балл. Неше? Так, 7 балл. 8 балл. 8 балл. Жақсы. Неше ас жинадыңыз? 10 балл. Сол ғана жинап қалдыңыз ба? Наргиз. Жақсы, 6 балл. Так, неше? 7 балл. Ой, үшеуміз 6 балл болады, иә? Так, неше балл? 4 балл. Ералы сағаттан көп қаламыз. 10 балл, 10 балл, 10 балл. 8 балл, 8 балл. Тамаша. Так, неше балл? 10 балл, 10 балл. 8 балл. 8 балл, 8 балл. Жақсы балалар, дұрыс көрсетейін десе, қазір балалар. Үйге тапсырма жазып алыңыздар, күнделіктеріңізге барлықтарыңыз. Егер қарайықшы, балалар, біз биыл есте жазамыз ғой, бұйырса, Ұлпан аңызданаға айналар ма еді? Аргументивті есте жазасыздар. Яғни, нақты фактілер келтіресіздер шығармадан. Түсінікті ма? Есеней бай болмаса, кән алшы айтып жегейші. Бай болмаса, болар еді, аңызданаға болар еді? Қалай ойлайсың, Ұлпан? Неге? Өйткені ол мұрзашқа тұрмысқа шығып, сонда күн болып қалып қалар еді. Сонда күн болып қалып қалар ма еді деп ойлайсың. Тағы да, бай болар ма еді? Аңызданаға айналар ма еді? Кім айтады? Ислам, қалай ойлайсың? Аңызданаға айналар ма еді? Я, себебі аңызданаға айналу себебі ол Ұлпанның өзінің даналығының арқасында. Егер де ол мұрзашқа күйеуге шыққан болса да, ол мұрзашты дамытушы еді. Мұрзашты басын солай хан қылар еді деп ойлайсың, иә? Тамаша, жақсы пікір. Жақсы, тағы да. Карина, келісесіз ба? Мен ойша бәрі болушы. Бәрібір аңыздана болар еді, иә? Қалай? Жаңағы ұл болсын секілді өзінің? Себебі ол бәрібірде өте білімді деп айтуға болады. Халқын бар жанымен сүйген адам болған. Жақсы. Жақсы, балалар, осы кезде осындай да сұрақ бар ғой. Абай бай болмағанда ұлы Абай болар ма деген сияқты. Болар ма? Ұлпан да бай болмаса осы. Ол қайдан алып мал таратып беруші еді Ұлпан? Елдің бәріне. Қай жерде? Мұрзашта ондай мал жоқ, Есеней сияқты. Қайдан алар еді? Ойланыңыздар, балалар, иә? Әр пікір құнды, сондықтан да ойланып, жақсылап келтіресіздер аргументивті естелеріңізді. Жақсы ма, балалар? Жақсы, енді балалар. Мен барлықтарыңыз белсенді көрсеттіңіздер. Сөз саны 180-200 сөз, иә? Үйге берілген тапсырманың.